Құрметті қазақ елі, бұл екі қазақтың азамат қыздары. Бұл екі қыз өз елінде бай қуатты, дәулетті, елдің алдында жүріп, өзінің ана тілін сөйлеуді ары көретін деп мен осы мақсатта ол кісіні сөзге келдім. Бірінші ашу үстінде енді екі сөз айтылған шығар, бірақ та мен оны ешқандай ренжімеймін, заң алдында жауабым бар. Бірақ басқа заңнан ешқандай қысым жоқ. Өйткені мен адал еңбекпен жүрген қарапайым халықтың қызымын. Мен де сыныпшы ретінде, емші ретінде халық өз көмегін алып жатыр, Аллаға шүкір. Ешқандай алдау арбау жоқ. Екінші, бұл кісілер кезінде мен сәлем салу үшін бұл Баян ханыммен мен сөзге келдім. Сонда мүмкін айтылуы мүмкін. Өйткені сәлем салуға қыз келіншектерге бұл кісі қарсы болып пікір білдірді. Және аналарымыз ақжаулықты. Оларды бұлай қартаю дұрыс емес деп, және дін туралы айтқан. Осыларға мен құрметті қазақ елі, сіздерге көп-көп рахмет. Әсіресе менің киелі Маңғыстауым, әкем мен кеше хабарласып, жаңалықтарды әкем қарайды, дұрыс түсінбей қалдым екен деп уайымдасам, әкем маған батасын беріп жатыр. Айналайын балам, дұрыс, барлық айтқан әңгімен дұрыс деп жатыр халық деп. Сөйтсем, мына біздің киелі Маңғыстаудың азаматшалары менің әкемнің телефонын тауып, алғыс айтып қолдапты. Алдына мен жаңалықтардан көрсеткесін ұялып, мұны жаңалықтан дұрыс айтқан жоқ қой. Соған мен қысылып, әкем дұрыс ойламай қалдым екен деп. Мен осы уақытқа дейін ата-анамнан алған тәрбиеммен жүрген кісімін. Әкемнің қалған өмірінде ешқашан оның маңдайына шаң тигізбей жүрген қызбыз ғой осы. Дәстүрмен ана тілімізді құрметтеп, жаңағы үлкенді үлкен, кішіді кіші деп. Мен осы қыздарға сол тәрбиемні айтам деп сөзге келіп, осындай бір екі сөз айттым. Ол сөзім заң алдында жауап беруге ешқандай қарсы емес. Гүл деген сынықшы апамыз бар ғой, сол кісіні айтам. Өз басына өзі бәле тілеп алып, ана Динара Сәтжан мен Баян Есентаеваны жамандап, жерге тығып, оларды не деді, алаяқ деді, берген концертіне жаңағы отчет берсін дейді. Оларда не шатағы бар деймін да, әлде көре алмаушылық бекен. Енді наоборот, қазір Ақтөбе облысының финансовый мониторинг бар ғой, солар жаңағы сынықшы Бағдагүлдің бүкіл шығыс кіріс ақшасын тексеріп жатыр. Көрдіңіздер ма? Кімнің связі мықты бұл жерде? Динара Сәтжан заявление жазған ба, біреуге попросить еткен ба, енді сразу ана кісінің шығыс кірістерін тексерді ғой. Енді ол кісі жан-жақтан қазақ тіліні сояққа тықпалап, сол өзіне айтыр плюс жинау үшін қазақ тілі туралы бірдеңе айтып нетіп жатыр да. Ол қазақ тілі маңызды екенін бәріміз білеміз. Динара Сәтжан мен Баян Есентаева қазақ тілін қатырмайтынын білеміз. Бірақ та дегенмен Баян Есентаева қаншама пәтер сыйлап жатыр. Сол екеуі ақылдасып берген нәрсе ғой. Мысалы, қаншама халыққа жұмыс беріп жатыр Динара Сәтжан екеуі. Мысалы ретінде айтып отырмын. Оларға тиісіп неңіз бар сіздің? Олар сізге бірдеңе деді ма? Өзіңізбен өзіңіз солардың ақшасын есептеп, біріміз жеп жатырық қой көтерілсек те. Бірінші, олар жарайды ешкімге көмектеспей, бірдеңе істеп жүрсе бір жөн. Бірақ та оларда бір халқым деп қойған адам шығар деп ойлаймын жалпы. Қазақ тілі қисық оларда, мен оны мойындаймын. Бірақ та қалай көмек тиіп жатқанда аңғарып қарау керек шығар халқым, дұрыс емес пе? Ана кісі әлімге дейін әйтеуір халықтың алдына шығып жылап бірдеңе істеп жатыр, нажалыс басып жатыр ма? Дұрыс емес негізі ол кісінікі. Мына Бағдагүл деген сынықшы апамыз. Мына Бағдагүл нервқа тиіп болды бар ғой. Енді отыр Тоқаевтан көмек сұрап. Тоқаев не істесін сені? Тоқаевтан көмек сұрағанда өлдің ғой, бля. Білмеймін, соншама ішіңіз тар ма, әркімге тиісіп болдыңыз ғой. Абыройыңыз айрандай шашылып жатыр. Қазақтың қыздарын Алагөзова Баян Мақсатқызы бұзып жатыр дейсіңіз. Мен бұзылған жоқпын. Сіз өйтіп топырақ шашпаңыз бәріне. Совсем көп алып кеттіңіз. Шын айтайын, уже нервыма тиіп кеттіңіз бар ғой. Ананы қарасаң да Бағдагүл жылап сықтап бірдеңе деп жатыр. Мынаны қарасаң да айқай-шу Бағдагүл. Қойшы болды ғой. Бүкіл шаруасын тастап Тоқаев енді саған қарасын. Өзіңді кім деп ойлайсың соншама? Просто аузың жап и все. Мен алып қана кетейін. Саған соңғы рет айтайын. Бетің табақтай болып, аруақ ұрсын, аруақтан қорқ деп жазып жатсың ғой. Мен тек саған айтайын, бір нені жаратқан, бір Алладан қорқам. Алланың өзінің көзі түзу болсын, Алла қолдап қорғап жүрсін. Саған айтарым, әрбір қазақтың қызы Динара Сәтжандай, Баян Алагөзовадай бай болсын. Әрбір қазақтың ұлы
тұрсын Алакөзовтей бай болсын. Сен маған жамандық тілесең де, жаман зат айтсаң да, мен саған айтарым, отбасы ошаққасың аман болсын, балапандарың аман болсын, солардың жамандығын көрме жаным. Әрбір қазақтың ұлы да қызы да бай болса бізге жақсы емес па? 1 теңгені 2 теңге, 2 теңгені 3 теңге қылам деп жүрген қазақтың қыздары байи берсін. Байи берсін, байи берсін. Ең бастысы қазағым аман болсын. Бағдагүл